Енді қамыр жайып, оның ортасына май жағып отырмай, аз уақыт ішінде осылай песочный қамырдан өте жұмсақ болып шығатын самса дайындаймыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға тұз, қопсықыш салып жақсылап араластырамыз. Салқын сары май қосып, тағы да ұн мен сары майды біріктіреміз. Оның үстіне бір жұмыртқа және де бөлме температурасында тұрған суды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ қамыр болуы қажет. Құрамында сары май болғандықтан қамырымызды илеп болғаннан соң қаласаңыздар тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырсаңыздар болады. Мен бірақ тоңазытқышқа салмай бірден бөліктерге бөліп, жайып, ортасына салмасын салып, бірден түйіп тастадым. Салмасына ет тартылған, одан кейін пияз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырасыздар. Осылай түйіп алып, бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары өзін жағамыз. Қалауыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста қызарғанша пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі және де жұмсақ болып шығады. Әрине ыстық самсаны отбасыма чемпион кене шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояғыштары жоқ, өте дәмді шай. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің пайдалы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Көптеген пайдалы рецептермен бөлісемін.